Жамбыл жылы. Өзінен бұрын барлық ірі қайраткерлер сияқты Жамбыл да ұлы рух. Қазақтың ғана емес, әлемдік деңгейдегі ерекше құбылыс. Ұлылар туады, бірақ Жамбыл пайдаланбайды. Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай ұйымдастырып отырған жыр керуені Жесүркен орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қарауылова Динадан қабыл алдым. Бұл керуенді Қалабаева Айгерімге жолдаймын. Жамбыл Жабаев. Қайта келген жастық шақ. Бұл Жамбыл жасап отыр 90 жасты, 90-нан әрі кетіп 100-ге де асты. Шебер сөз асыл мерует шаттық күйі, Жамбылдың енді сірі құтылмасты. Бұл Жамбыл көрген бұрын талау таран, кез болды енді оған алтын заман. Кең жатқан байда құлан шежіремін, тарихтың домбырасын қолыма алам. Қатардан шал болсам да қалғаным жоқ, досқа күй дұшпаныма өлгенім оқ. Жасартқан Сталиннің дәуірінде, қарт жырым енді сенің арманың жоқ. Жамбылдың ардақталып бұлбұл сөзі, гауһардай нұрын төккен екі көзі. 90-да қайтып алып 25-ті, жасарып қарт бабаның тұрған кезі. 25 маған тағы қайтып келді, сәлемің алтын күннен алып келді. Қалайша жыр төкпесін, ән соқпасын, шаттықтан нөсер төккен дәуірінде енді. Па шіркін, қайтып келді маған жастық, дәуірде ерлеп гулеп тастық. Кавказдан, Алатаудан ағындатып, шаттықтың бұлағының кілтін аштық.